Есіміңіз? Айтбаев Бағланбек Есенбекұлы. Айтбаев Бағланбек Есенбекұлы, иә? Өте керемет. Бізде Түркістан қаласында, Түркістан облысында, яғни планшеттің қолдану тәртібін полиция қызметкерлері білмейді, да? Яғни бұйрығы бар ғой өзінің. Қандай бұйрығы? Ол бұйрыққа сәйкес олар хаттама толтырады, және оларға планшеттеріне нелер түседі, сообщениялар түседі, ориентировкалар түседі. WhatsApp-тан ба? Жоқ, деген центр оперативного управлениеда. Прямо жалғанған, иә, несі бар. Сосын бұл базаларын тексереді бұл жерде. Жеке басты анықтайды. ЦДН. Тексереді, сол себеппен қолданады. Тек соған ғана, иә? Яғни 135 бұйрықта жазылған жеке басты анықтауға және кідіртпей хаттама толтыруға делінген. Енді қараңыз, сол планшетпен видеосъемка жасалай ма? Яғни әкімшілік құқық бұзушылықты түсіре ала ма қызметкерлер? Негізі бізде ол себеппен бұйрықпен бекітілген не бар, видеорегистратор бар, видеожетон деген. Иә, 971 приказға сай, құқық бұзушылықты анықтау, яғни беседан. Әдейі жасалған, именно жазбалар жасау үшін. Планшетпен видеосъемка түсіре алмайды мүлдем. Оған бұйрықта жоқ. Иә? Жазылмаған, иә. Бұйрықта жазылмаған нәрсені полиция қызметкерлері істемеу қажет. Бұл себеппен айтып жатырмын, видеорегистратор бар, видеожетон бар. Сол себепті қолданатын нәрсе. Иә.